Барлықтарына сәлем, сендермен Тамерланс. Міне, оқу жылы біткен 7 маусым. Достар, мен сендерді құттықтаймын. Достар, менде хабарландыру бар. 2018 жылдың маусымы жылы болады. Иә, достар. Биыл Астанада жаз деген нәрсе болады екен. Сондықтан ойнауды уақытша тоқтатып, оқуды жалғастырып, әдебиет әлеміне аттанайық. Ланс талдаулардың 2 сезонын жалғастырамыз. Бүгін біз Дулат Исабековтың әпке атты драмасын қарастырамыз. Дулат Исабеков қазақтың ұлы драматург, жазушысы. Ол шығарманы 1977 жылы жазған екен. Шығарма драма болып саналса да, бәрібір оның ішінде қарапайым тұрмысты бейнелейтін көріністер бар екен. Шығарма сахналық рөлге бөлуге арналған, және шығарманың бүкіл кейіпкерлері негізгі болып табылады, ешқандай қосымша кейіпкерлер жоқ. Шығарма көп балалы отбасынан басталады. Сол отбасыда 5 бала бар. Сол 5 бала жастайынан бастап өз әкесінен қайыр, жақсы нәрсе көрмей, өз анасынан жетім қалған екен. Сондықтан балалардың ең үлкені, оның аты Қамажай, ол қыз, өзінің інісінілері үшін өзінің жеке өмірін, жеке бақытын ұмытады. Демек, Қамажай, яғни балалардың әпкесі, өзінің інісілері үшін, олардың бақытты үшін, ол өзінің махаббатын, жеке бақытын ұмытып, тұрмысқа шықпайды. Неткен мейірбан ізгі іс. Бұндай адамдар біздің ортамызда жоғалуда. Сондықтан шығарма әпке болып деп аталады. Түсінікті деп ойлаймын. Онда кейіпкерлерді талдауды жалғастырайық. Тимур, Қамажайдың інісі, ол тракторист болып жұмыс істейді. Сұлтан, Тимурдың досы, ол Тимамен бірге зауытта 3 жыл жұмыс істеген. Сұлухан, оның лақап аты, кличкасы Светлана, ол Сұлтанның қасында отырған қыз. Камила, ол Тимурдың қызы, жоқ, туған қызы емес, әйелі жоқ, ол әйелі содан кейін бұл, девушкасы, девушкасы. Тағы да айтам, Камила, Тимурдың девушкасы. Омар, ол Қамажайдың інісі, ол ғалым болып жұмыс істейді. Назиля, ол Қамажайдың сіңлісі, ол аузына айтқан бір нәрсені айта береді. Гаухар, ол Назиляның құрбысы, подружкасы. Ермек, ол үйдегі ең кенже бала, Қамажайдың інісі, ол әлі мектепте оқып жүр. Достар, өкінішке орай, мен сол тамаша шығарманың толық нұсқасын таба алған жоқпын. Бірақ бәрібір сіз үшін мен бірнеше көріністерді толығымен қысқаша талдаймын. Қысқасы Ланс талдау. Кеттік. Бірінші көріністе біз үйде Назиля мен Гаухар отырады. Үйге Қамажай кіреді. Назиля мен Гаухардың қал жағдайы барлығы жақсы болады, бірақ бәрібір Қамажай олардың қал жағдайын сұрап, оларға көмек беруді ұсынады. Бұл көріністе біз Қамажайдың қамқорлығын, қайырымдылығын көре аламыз. Екінші бір көріністе жастар, яғни Тимур, Сұлтан, Сұлухан және Камила, олар Қамажай мен Тимурдың үйдің табалдырығын аттанады. Бұл Сұлтанның олардың үйінің табалдырығын аттағаны бірінші сәті болған екен. Сондықтан өзінің достарымен бірге уақытты көңілді өткізгісі келетін, арақты ішкісі келетін Тимур жайдан-жай тойды жасауға кіріседі. Бірақ Назиля оған қарсы болады, оған ашуланады, ал Қамажай болса, Назиля сияқты оған ашуланбай, бәрібір қонақ үйге барып, ас үйге барып, тамақты әкеле бастайды. Бұл көріністе біз Қамажайдың қамқорлығын, қонақжайлылығын, жомарттығын көре аламыз. Енді келесі бір көріністің диалогы тек қана Қабен мен Қамажайдың арасында болады. Түн бақтың ішінде Қабен шылын тартып отыр. Қамажай келді. Енді олар өзін қарым-қатынасы туралы сөйлесе бастайды. Қабен Қамажайды сүйеді және оған үйленгісі келеді. Қамажай да оны жақсы көреді, бірақ ол оған тұрмысқа шалмайды. Неге? Өйткені әлі Тимурды, Омарды, Назиля мен Ермекті асырау қажет.
соңында сол көріністің соңында қабен қамажайды жақсы көргенін айтады. Ал байғұс сорлы қамажай оған тұрмысқа шыға алмайтынын айтады. Менің ойымша, дәл бұл көріністе біз қамажайдың өзінің інісіндері үшін, олардың бақыты үшін, өзінің бақытын және қабенге деген махаббатын құрбандыққа шалғанын көреміз. Яғни, дәл бұл көріністе біз қамажайдың ізгілігін көре аламыз. Енді тағы бір көріністе үйде көрші әйел мен қамажай отырады. Қабырғада қамажайдың анасының портреті ілініп тұр. Оның қасында 60 жас деген жазба тұр. Бұл күні қамажай мен қамажайдың, Тимон, Омардың, Нәзира мен Ермектің анасының 60 жылдығы тойлануы тиіс еді. Бірақ мектептен Ермек келген, оның қолында хаты бар. Хатты ашып оқығаннан кейін қамажай нені біледі? Ол Омар мен Тимурдың өзінің жұмысынан қолдары босамай, олардың сол анасының 60 жылдығына орай тойына келе алмайтынын түсінген. Және де қамажайдың көңілін Нәзираның сол тамаша тойға кешігуі де қамажайдың көңіл күйін түсірген. Бірақ біздің сүйікті қамажайымыздың көңіл күйімізді кім көтерген? Әрине, көрші әйел. Ол оған мұңаймай, барлығы жақсы болатынын айтқан. Бұл көріністе біз қамажайдың мақсатын көре аламыз. Оның мақсаты олардың анасының 60 жылдығына орай тойға отбасының бүкіл мүшелері қатысуы. Тағы да айтам, өкінішке орай, достар, мен сол тамаша шығарманың толық нұсқасын таба алған жоқпын. Сондықтан мен сол шығарманың қалай бітпегенін білмеймін. Ал енді қорытынды. Қамажай көпбалалы отбасының ішіндегі ең үлкені сияқты інісілеріне көмектесу керек. Бұл дұрыс. Бірақ ол өзінің жеке бақытын, жеке өмірін ұмытып, өз інісілері үшін әрқашан ойлап, оларға ақша аямай, олардың бір-біріне көмектескенін қалап, олардың өмірімен өмір сүреді. Бұл кімге ұқсайды? Әрине, бұл біздің анашыларымызға ұқсайды. Сондықтан қамажайдың жетім інісілері оны мама, ана, шеше, мамуля деп атайды. Құрметті достар, бұл тамаша шығарманы оқып, әлемдегі ең құрметті адамнан, анасынан айырылған сорлы қамажайдың зорламай, анасынан көрген қамқорлығын, ізгілігін, қонақжайлығын, жомарттығын, қайырымдылығын өзінің інісілеріне көрсеткен естеріне түсіріп, өз аналарыңды құрмет етіңдер, сүйіңдер, қорғаңдар. Дулат Исабековке сол тамаша шығарма үшін үлкен рахмет. Маған сол тамаша шығарма ұнады. Сендермен болған Тамерланс, сол тамаша видеоға лайкты қойыңдар, өзің аналарыңды сүйіңдер, қорғаңдар. Сендермен болған Тамерланс, сау болыңыз.